Баймын деп аспа, ханмын деп таспа. Достар, сіздерден аз ғана өтініш, менің каналыма тіркеліп қойыңыздаршы. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Мен ол туралы білуім керек. Бұл жайдан жай болып жатқан жоқ. Менің алаңдауымның бір себебі бар. Бірақ ол мұншама қиналатындай. Неге? Күліп ойнап, әркімге бір тиісіп жүреді, түсінсем бұйырмасын. Төменгі жақ реттелген соң, анам жаныма келіп, саған не болды қызым? Бұндайың жоқ еді ғой, әбден алаңдадық. Телефоның бар, неге кешігіп келем деп бір ауыз ескертпедің. Сен әлі кішкентайсың, қыдырып жүруге әлі саған ерте. Қайда бардың, неге кеш қайттың деп сұрақтың астына ала бастады. Мен тек үнсіз жатып қалдым. Сол күннен бері тым тұйық боп кеттім. Ештеңе қызық емес, тек Бағланның жағдайы қызық. Түсіме әр нәрсе кіріп, жанымда тыныш таппады. Арада тағы жылдар өте шықты. Міне менің мектеп бітіретін кезімде келді. Бағланды мектеп бітіріп кеткелі әлі көрмедім. Тіпті қайда жүргені де белгісіз. Жақын деген жандардан сұрап көрдім. Ешкім ол туралы ештеңе айтқысы келмейді. Мектепті бітіргесін оқуға құлшынысым болмаса да, үйдегілер ренжімесін деп педагог мамандығына түстім. Сол арада атам алдымен қайтыс болды. Өзімнің жаным құлазып жүргенде одан сайын жүдеп кеттім. Ата-анам мен үшін қатты алаңдады. Амал нешік? Өмір болған жерде өлім де болады. Қанша жаным қиналса да төзуге тырыстым. Бәрі реттеліп, дұрыс күн кешіп жаттық. Әкемнің бизнесінде аздаған қиыншылықтар шығып, оның да қабағына қар жауды. Бұрынғыдай шалқып жүру енді жоқ. Енді тек тырбаңдап еңбек ету керек. Әкемнің жағдайы болмай кетті. Бизнестің құлдырауы оған теріс әсер тигізіп, ақыры ауру болды. Қан қысымы бірде көтеріліп, бірде төмендей берді. Дәрігерлерге қараттық, алайда әкемнің бері қарайтын түрі жоқ. Жалғасы бар.